Қайырлы күн, құрметті көрермен. Қазір Астана қаласындамыз. Бүгін 26 қазан. Бүгін мен саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бойынша жобалық кеңсеге бардым. Астанадағы сонда Сабыр Ахметжан ауылда Құрманғазы Сейноллаұлы деген ағамыз келіп отыр екен. Құрманғазы ағамен қазір бірге келе жатырмыз. Көшеде сөйлесіп, Құрманғазы аға неге желтоқсанға қатысқан, қатынасқан, ұйымдастырған, сол ұйымдастыр деп айыпталып, артынан жаза тағайындалып, бірнеше жыл. Қай жақта болды аға, негізі? Мордовия дедіңіз бе? Мордовияда, орманның ортасында, сол жақта жаңа зона болып, сонда отырған бұрынғы бүкіл алаштықтардың қандай жаза көрсе, соның барлығын көріп өткен. Қай жылдары 87-те дедіңіз ғой да аға? 87 жылы сотым аяқталды ғой. 10 айдай тергеуде болдым. 86-та ұсталдық. 86-87-те күзге таман сол сотталдық. Сосын кеттім ғой сол 87-нің күзінде Мордовияға. Енді ағаның несі басқаларына қарағанда соты ұзақ болған. Басқаларында бұл кісі бір жылға жақындағанша ұзақ сот процесі, тергеу процесі жүрмеген. Ұзақ тергеп, әртүрлі мақсаттарда тергеген. Мүмкін жаңа негізгі ұйымдастырушы ретінде негізгі тапсырыс берушілер кімдер болды деген сияқты бағытпенен. Бірақ артынан бір жылдан кейін жаңағыдай сот шешімін шығарған. Сонымен аға неше жылға сізді жаза тағайындады? 4 жылға да. Енді ағаның барлығына тағы бір ерекшелігі жолдасы деген Алма апай, жеңгей, аға сол жақта болған кезеңде артынан бірінші іздеп барады. Сіз аға сотталып кеткен кезеңде жолдасыңыз аяғы ауыр болды ма сонда? Мен сол тергеуге қамалған уақытта артымда жолдасым аяғы ауыр болып қалған. Сол соттың үстінде бірінші балам дүниеге келді. Мен сот болып жатқан күні. Сол адвокатым Рогова Галина деген қорғаушым был, сол жүгіріп келді. Құттықтаймын, поздравляю деп. Мен ойымда ештеме жоқ. Сол соттың үстінде басқа ой келмейді ғой адамға. Қанша жылға сотталасың, қанша жылға кетесің, жалпы ғұмырымыз не болады, тағдырымыз не болады деген ойдан басқа ой келмеді. Мен аяғы ауыр болып қалған жолдасым ойыма келмеді сол уақытта. Сол босатайын деп жатыр ма, бұлар неге құттықтаймын деп айтады деп ойлап қалдым. Сөйтсем, сен ұл балалы болдым, где родился сын дейді. Шыны керек соттатқанымды ұмытып кеттім. Бірден ойыма келген алда-жалда ана жақта тағдыр анандай болып қайтпай қалатын жағдай болатын болса, артымда әйтеуір бір тұяқ қалды, ер балалы болдым. Соған қатты қуандым. Әйтеуір ер бала қалды ғой деп. Сол баланы баяғы Мордовияда сол 9 айдан кейін Мордовияда бірінші рет көріп кездесуге келген уақыт. Сосын аға сізді жолдасыңыз артынан сізді сол жақта УДО-ға шығарған кезеңде артыңыздан іздеген кезеңде арнайы келіп сізбен бірге тұрған ғой? Жалпы енді бұл үлкен тарих, үлкен әңгіме. Оны бір 10-15 минуттың ішінде тауысып аяқтау мүмкін емес. Түрлі жағдайлар, түрлі қиыншылықтар басымыздан өтті. Жолдасымның да, менің әке-шешемнің де, жалпы ағайын тума-туысын барлығынан желтоқсанның зардабы тиді барлығына да. Әкем де сол үшін ауырды, шешем де ауырды. Соның арқасында сол жағдайларға байланысты әкем де шешем де ерте қайтып кетті дүниеден негізі. Ол енді сол кейін 89 жылы, 88-дің аяғында жағдай өзгере бастады, әлемде жағдай өзгере бастады. Соған байланысты сол мені химияға дейді ғой, колония поселение дейді, соған шығарды. Оның да үлкен бір әңгімесі бар. Сіз мана сөз барысында айттыңыз, ең бірінші сізді УДО-ға шығармай тұрған кезеңде іздеп келіп
бірақ жаңағы сіздің қасыңызға келіп осында мен де келем деген кезеңде сіз келтірмегенсіз ғой өзіңіз. Сонда неге келтірмедіңіз? Ол енді жаңағы колония ғой, колонияда отырған кезде кездесуге әкем, шешем, жаңағы жолдасым, кішкентай баламды алып келді ғой, о маржа қыстың уақытында. Январь, қаңтардың уақыты. Содан енді бір күн бұрын келгеннен кейін сол жерде ауыл ғой енді, поселок. Сол жерде бір орыс кемпірдің үйін жалдайды. Енді олар бір-бірімен танысады, неге келгенін айтады. Сөйтіп жаңағы орыс кемпір айтады ғой. Ой, мен бір бөлмені саған босатып берейін. Сен мына күйеуіңе барып тұрасың, тамаға барып келіп тұрасың. Жұмыс керек болатын болса, мына жерде мектеп бар, соған жұмысқа тұрғызамын деп айтқан. Соған енді жолдасым сенеді, қалуға болады екен ғой. Онда мен қалам дейді. Ертесіне кездесуге келген уақытта сөйтіп алдымен қалам. Ауылға барам, баланы тастаймын да қайтып келем дейді. Мен жатып келіп ашуланамын, сен есің дұрыс па? Бұл қазақ түгіл бір мұсылман жоқ. Сен білесің бе, мен не үшін отырғанымды? Білсе, ертең өлтіріп те кетуі мүмкін, жоқ дегенде зорлап кетуі мүмкін. Ол осындай адамның әйелі екен. Давай бұл әңгімені, бұл ойды осы ойың алушы болма. Қайтып келме деп жібергенмін ғой. Жоқ, қайтып келем деп кетті. Бұл енді жатып алып олар кеткеннен кейін ойлайсың ғой. Ол сөзімде тұрып қайтып келіп жатса қайтайын. Онсыз да талай жас азаматтардың, қыздардың құрбан болып осы 90-да. Қарадан қарап тағы бір сол себепші боламын ба, зорлық-зомбылыққа деген ой мазалайды да адамды. Өлтіріп кетсе қайтемін құрсын. Ол менің әйелім болғанмен біреудің баласы ғой, былайша. Сөйтіп жүргенде сол жаңа химияға шықтым ғой. Химияға шыққаннан кейін ауылға хабар берсем, бір айдай уақыт өткен жоқ. Келіп ауылдың қасында інім бар, ертіп алып кетті әйтеуір. Келдім деп. Мен айтып өзім, неге келдім деп. Химияға шықтым ғой, енді ары қарай жеңіл болады ғой. Жоқ, бірге боламыз. Содан сол бірге тұрдық. Сол жерде комендатураға жүгірдім. Менің жолдасым келіп, ауылға қайтпайым дейді. Не көмектеріңіз бар деп. Соны начальник комендатура мардығын жігіті. Мен сені преступник деп есептемеймін, санамайын. Саған пәтер жалдап тұруға рұқсат берем деп қағаз жазып кетті, печатын қойды. Ол заводқа бардым. Жүгіріп заводқа барды, заводтың директорына жол. Сөйтіп бардым, сол заводтың өзінің жұмысшыларға беретін үйлері бар тұғын. Ол да рұқсат беріп, содан бір 3 бөлмелі үйді бір бөлмесін бізге босатып беріп, содан тұрдық. Содан екінші балам Мордовияда дүниеге кетті. Тұр деген бала. Нешінші жыл босадыңыз? 89-ның желтоқсан айында босап шықтым ғой амандасып. Енді аға көп естелік айтуға, жалпы оқиғаларға байланысты бұрын жаңағы бердім интернетте бар деді, бірақ мен үшін осы жолдасының әйелінің қиыншылық кезеңде қиыншылықта тастамай, керісінше жігерлендіріп, қиыншылықты бірге еңсереңіз деп артынан еріп келуі өте қатты әсер етті. Себебі кезінде Махаббат аралы деген ана журналында біз айдар ашып, осы Қамза Есенжановты, Жаңаша Досмағамбетовті, басқа да алаш арыстарының адал болған әйелдер жөнінде сол арқылы күйеулерінің елге қызмет етуге жағдай жасағандығын көріп, соны насихат еткенбіз. Сол кезеңдегі қазақ қыздарының, сол кезеңдегі жалпы әйел адамның ер адамға бір ерекше тіреу болғаны, сенім артқандығы бір-біріне. Соның тағы бір жалғасы үлгісін осы Құрманғазы ағадан көріп, бүгін енді көшеден болса да осылай жазып алып жатырмын. Құрманғазы аға көп рахмет. Уақыт бөліп, енді осы ойыңызды бөлісіп жатқаныңызға. Енді бүгін Астанада алғаш рет қар жауып жатыр, қазір қар жауып тұр. Табиғат өте жақсы, бірақ осы ызғарлы уақыттар, осы қазан, қараша, желтоқсан ызғарлы уақыт қой қазақтың тарихындағы. Сол осы кезеңде Құрманғазы ағамен сөйлесіп,
сұхбаттасудың сәті түсті. Көріскенше аманшылық болайық. Елімізде енді қиыншылық болмасын. Келешек ұрпақ, сонысы жастар отбасылық құндылықты сақтап, соның ішінде бір-біріне адал болып, қиыншылықта бірге болып, қуанышта да бірге болып, бақытты ғұмыр кешу Алла тағала нәсіп етсін.